Нормально жазылып жатыр ғой да. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бізде бүгін подкаст, ерекше подкаст, спорт тақырыбына алынып тұр. Бірінші подкастымыз, енді қазір шаңғы маусымы аяқталып жатыр. Қазақтар үшін экзотикалық спорт түрі десек те болады шаңғы жарысын. Сондықтан шаңғы туралы айтатын болғаннан кейін, қысқы спорт түрлері туралы айтатын болғаннан кейін, қонаққа облыс құрамасының аға жаттықтырушысы Серік Хайруллин және шаңғышы, болашақ бапкер Арсен Гумаровты шақырдық. Енді көп созбаймыз, бірден бастап кетейік. Сәке, өзің шаңғы спорты қазір қандай деңгейде, не бар, не жоқ, қандай қиындықтар тап болып жатыр, қандай жетістіктер бар, соның барлығын айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тәке, сізге құтты болсын, бірінші бағдарламаңыз сәтті болып, одан да биік, жақсы дамыту барысында кездесулер көп болады деген тілектеміз. Енді шаңғы деген біздің елде бар, кейбір тұралап қалды, кейбір кезеңде, бірақ қазіргі таңда қайтып жанданып, біздің елде әлемдік деңгейде өзінің айтары бар спортқа айналып келе жатыр. Яғни бұл спорттан да медаль күтуге болатындығын дәлелдеп келе жатыр. Енді әлі де бірақ бар дегенмен кемшіліктер жетіп артылады. Оны қазір айтамыз деп ойлаймын, толық ашып. Бізде мысалы шаңғы дегенде бірден Владимир Смирнов ағамызды еске аламыз. Лиллехаммер ғой, Лиллехаммер олимпиадасында 2 алтын 1 қоламен жүлде алды ғой. Содан кейін неше жыл өтті қазір? 20 жыл өтті. Олимпиадада шаңғы спортынан, жалпы қысқы спорт түрлерінен сол 20 жылдың ішінде алған жүлделерімізді санайтын болсақ, саусақпен саналуға Денистен, биатлоншы қызымыз. Енді жүлдеге жақындаған шаңғышымыз туралы айтатын болсақ, ол сол Полторанин, Алексей Полторанин Ванкуверде 4-ші орынға табан тіреді. Сосын Пхенчханда жақсы өнер көрсетіп, бірақ енді дайындықтың сбойы дейді ғой, ағзада бір беруіне байланысты кішкене 15-ші орынға дейін түсіп кетті. Негізі жоғары орыннан көрінеді деген үлкен немен бардық қой. Бірақ енді біз оған мойымаймыз. Қазіргі таңда сол олқылықты жою барысында үлкен жұмыстар жасалып отыр. Қазақстан бойынша біздің облыста да көптеген балдарға алаңсыз облыстық спорт басқармасы бар. Жекелей кәсіпкерлердің кейбір жағдайда қолдауларымен алаңсыз жарыстарға қатысу үшін біздер оқу жаттығуына қатысып, түрлі деңгейдегі жарыстарда өзіміздің шеберліктеріміз шыңдап жатық. Енді соны тоқталатын болсақ, біздің өлкеде мен өзім 2018 жылдан бері аға жаттықтырушы шаңғы спортына бет бұрып, мен негізі кішкене артқа қарай не айтып кетейін? Шегініш жасап кетейін. Негізі біздер спорттық бағдарлау дейтін спорттан кішкене басында сонымен бастаған болатынбыз. Кейінірек кейбір оқушыларымыз жақсы өздерінің шаңғы спортына деген үлкен потенциалын байқатқасын, күтерін байқатқасын, біздер бір нәрсемен айналысу керек. Соның ішінде неге біздің қазақтардан шаңғы спортынан мықты шықпас деген бағытта біздер осы неге бұрылып кеттік, шаңғы спортына. Енді жаман емес деп ойлаймын, біздер бірнеше рет оны дәлелдеп келе жатырмыз, дәлелдейміз де әлі алдағы уақытта. Яғни біздің қазіргі таңда өзіміздің облыста Ақсай қаласында Сагиналиев Ислам дейтін бауырымыз бар. Қазіргі таңда республикада білікті бапкерлер қатарына қосылып жатыр. Яғни жалғыз өзі 2 абсолютті чемпион қыз дайындады. Мадинамен, Жақсылыкова Мадинамен, Тудахунова Жанерке деген. Яғни біз онымен тоқтап отырған жоқпыз. Оның артынан да ілесіп келе жатыр. Мукато, Лейла, Тәжібаев, Арын деген оқушыларымыз болашақта үлкен өздерінің потенциалдарын көрсетіп жатыр. Енді біздің өзім басыма тоқталатын болсақ, бізде тәрбиеленіп отырған шәкірттеріміз бар, жақсы. Ол деген Елубай Биділбек, Кәбекесов Дамир деген
кеше ғана жаңағы қазіргі таңда осы күні Ақмола облысы Щучинск қаласында ел чемпионаты өтіп жатыр. Яғни біздің спортшыларымыз, соның ішінде Елубаев Еділбегіміз спринтта 20-шы квалификацияда, бірақ енді ережені бұзуға байланысты шектетіліп қалды. Бірақ енді біздің облыстың тарихында Еленова Антонова апамыздан кейін бұндай жаңағы жетістік болды деп айта алмаймын. Бұл дегеніміз мынау неге мен кейбір кісілер түсінбейтін кісілер ойлайтын бар, 20-шы орынды мақтанып айтып отыр деп. Бірақ ересектер арасында ол толыққанды жаңа олимпиада, әлем чемпионатына қатысып жүрген өздерінің үлкен ағаларының арасында ол 100 спортшының ішінде Қазақстан ең мықты іріктеліп қаймағы сүзіліп барған 100 спорттың ішіне 20-шы орыннан көрінуі, ол деген біздің інчегіміздің жаңа оқушымыздың болашақта Алла қосса, әлі ол бала жас, әлі де біздер жұмыстанамыз ол бағытта. Күттірері бар, ел чемпионы болып үлкен әлемдік жарыстарда өзінің ізін ұстайды деген үлкен. Еділбек ересектер арасында биыл бірінші рет қосылып тұр, Жоқ, былай қатысып жүр ғой, бірақ енді мақтанатындай болған жоқ. Былтырлары 50, 45, 35, былай айтқанда топ 20-қа кіру деген, ол деген үлкен заявка. Ол болашақта Алла сәтін салса, яғни дұрыс дайындықпен барсақ, дұрыс жаңағы техникалық қолдау болса балаға, жаңа дайындық жағынан, барлық жағынан, сол үлкен үміт күттіретін. Сонымен қоса айта кету болады, кеше ғана 15 шақырымға еркін әдіспен жарыс оздырылды, сол Щучинск қаласында жарыстың екінші күні. Онда Кәбекес Дамир 25, топ 30-те 25-ші орынға табан тіреді. Ол да жаман көрсеткіш емес деп білем. Неге өйтіп айтып отыр десеңіздер, ол Дамир не бар 18 жастағы бала, ол деген 2006 жылғы. Яғни ол да өзінің дистанционщик, яғни ұзақ қашықтыққа мықтылығын байқатып отыр. Енді кемшіліктер бар, онымен жұмыстанамыз, дұрыстау керек. Соны жақсы не деп айтуға болады. Енді тағы да қосып айта кететін, мақтанатын. Біз енді елшілік жарыстармен шектеліп қалмайық деп, биыл облыстық спорт басқармасының қолдауымен Жеңіс Махамбетович және Бөрлі ауданы спорт бөлімінің жасөспірімдер спорт мектебінің басшысымен Есенаман ағамыздың қолдауымен жаңағы Тудахонов Жанеркеміз Финляндияда әлем кубогына қатысып қайтты. Сонда 4-ші орынға табан тіреді. Былай қарағанда ол 2009 жылғы қызымыз, 2006 жылы әлемдік деңгейде шығып жүрген қыздар ғой. Бәрі анда қатысатын. Еуропада қалай көшеде жүрген адам қатыспайды. Сонда 4-ші орынға табан тіреп, небәрі 3-ші орынға 2 секунд ұтылу деген, ол біздің балдарымыздың арасынан да мықты балдар шығады деген үлкен неміз бар. Заявка дейді ғой, бағыт бағдарымыз. Осы жерде тағы да арамызда шаңғышы отыр, Арсен Омаров. Сен енді осы кезге дейін біраз жарысқа қатыстың. Жаңа айтып отқан Еділбектерді де, Дамирді де, одан бөлек еліміздің басқа өңірлеріндегі үздік шаңғышыларды да білесің, танисың. Солармен бір жарыс жолын бөлістің дейді, былайша айтқанда. Қазіргі таңда бізде біздің облыстың шаңғышылары жайлап енді айтып отыр, жаңа дамып келе жатыр. Қазақстан чемпионы бар, абсолютті Қазақстан чемпионы бар, Жанеркені де, Мадинаны да естіп жүрміз, біліп жүрміз, Исламды да білеміз. Сен өзің жарыс жолына шыққан кезде кімдерді қарсыластан Еділбектердің болашағынан қалай үміт күттіресің? Сен болашақ жаттықтырушы деп те айттық қой, қазір Ридерде колледждің студентісіне, спорт колледжінің. Біріншіден барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жалпы шаңғы спортын көбі дейтін жарыста, бізде жалпы мында Орал қаласында жарыстар, облыс жарыстар өткен кезде көбі, әкімдердің арасында жарыстар өткенде көбі айтылып жатады. Негізі шаңғы деген ол жалпы оңай нәрсе сияқты, по идее легко это деп. Негізі былай негізі келгенде ол үлкен еңбек, ол дейтін, білмеймін, жалпы өйтіп оңай келетін нәрсе емес деп айта аламын. Өзім жүгіргесін, өзім болғандықтан, оның көп деген көп тренировка, жаттығу, бізде әсіресе жазғы уақытында егер сенің жалпы қысқы шаңғының результатын ол дейтін жазбен байланысты болады да. Егер жазда прям күшті усердный тренировка жасасаңыз, то оның жемісін қыста көресіз деген сияқты да. Жалпы дейтін шаңғыда баспен қатты кәдімгі
жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Көп ол дейтін тек қана тренировка емес, ол кезде дейтін и характер, жалпы шыдамдылық көп рөл ойнайды. Сен өзің қатарлы жаңа Еділбектер өзің араларың жас айырмашылығы үлкен емес қой. Мысалы Еділбектің қазір таңда сенің ойыңша Қазақстандағы өз жасындағы қарсыластар кімдер деп білесің? Қай облыстың шаңғышылары? Жалпы дейтін Қазақстан бойынша бізде көптеген мықты спортсмендер Шығыс Қазақстан облысында, яғни там Ильяс, Базарбек Сұлтан, Қалибеков Дастан, жалпы барлығымыз бір командамыз. Тренеріміз бірге дайындаламыз. Вот. Жалпы сол балдарды өзіміздің арамызда мықты балдар деп санаймын. Көптеген мықты балдар біздің қасымызда жүрді. Сол Қалибеков Дастан, Исабек Ильяс, Мұратбеков Әмірғали. Әлем чемпионатына биыл топ 15-ке кірді. Мысалы рейдерда сіз өзің Шығыс Қазақстанда жаттығасын, оң жақтағы базаларды білесің, ол жақтағы жағдайды білесің, қандай шаңғы пайдаланады, қандай жерде жаттығады, қандай жағдай жасалған шаңғышыға білесің. Осы жерде енді Серікке ауысайық. Біздің облыстағы жаңағы шаңғы базалары, шаңғы тебуге арналған орындар, шаңғышыларға жаттығу жасауға арналған орындардың жағдайы қалай өзі? Мысалы мен өзім білемін, Затондағы база шыны керек, анда шаңғы тебетін орынға жеткенше байқап түспесең, баспалдағы қирап жатыр. Қауіпсіздік ережесіне кішкене қолайсыз, кішкене емес, тым жақсы қолайсыз, оны мойындаймыз. Яғни бізге жаңа сол база жағынан жалпы шаңғы спорты біздер менің Батыс Қазақстан облысы көбінесе жазық жер басылып қой. Табиғи ерекшелігі, яғни жазық жер, шаңғылық жарыстар әлемдік болсын, қазақстандық жарыс болсын, ірі көлемде. Ол бәрі тауды аймақтарда өтеді. Яғни сол жағынан біздер кішкене көп қалыс қалып қоямыз. Себебі біздер енді высота жоқ, жаңағы деген сияқты биіктікке деңгейде. Бірақ енді сол критерийлерға жақын бір жеріміз бар, ол Затон Чапаева шаңғы базасы. Яғни ол жер ыңғайлы, жаңағы трассының өзі өте қолайлы. Яғни онда себебі онда подъем спуск дейді, шығатын мініп түсетін жерлері келіңкірейді. Бірақ демалыс орнына кішкене жетіспейді онда. Яғни бірден бала мінет, бірден түсет, яғни организм демалып восстановление жасайтын уақыт жетіспейді. Бірақ оны ол трассың біз тек арнайы бір цикл алып, мысалы міне силовой, скоростной деген сияқты жылдамдық, жаңағы күштік жігерлік дайындықты аламыз дейміз де, соған пайдалануға болады. Бірақ үнемі онан дайындап, әрине болатын бар, жаңағы жасөспірім, жастар көлемінде жақындауға, дайындауға. Бірақ оны үлкен потенциал ретінде қалыптастыруға келмейді. Яғни кәсіби шаңғышы қалыптастыратын жер емес. Қалыптастыратын жер емес, яғни жартылай жаңағы жасөспірімдерге арналған, бағытталған жартылай және любитель дейді ғой, жаңағы әуесқойларға арналған трасса деп айтсақ, қате айтпаймын. Сосын Динамо бар, олар яғни бұқаралық спортқа бағытталған, бірақ қазіргі таңда мына Орал спортының басшылығына да көп алғыс айтамыз. Армат Амангелдиевич бастаған ұжымға қазіргі таңда жаңа трассаны параметрға келтіру бойынша үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни енін үлкейтіп жатыр, трассының профилін өзгертіп жатыр, яғни подъем спусктар деген сияқты жақсы жаңағы базаға сай келетін нелер жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ енді бірден бізге жаңағы Щучинск қаласындағыдай стандартқа сай не керек деп айтпаймыз, бірақ жайлап сол күнге жетеміз. Бірақ енді Затон Чапаевның алғашын айтқандай, кішкене жаңағы локациясының тұру жері кішкене ыңғайсыздау. Яғни қазір мысалы енді шаңғының негізгі мақсаты ерте қарға тұрып, кейін қардан шығуға. Мысалы біздер қазір база тоғайдың шығуғасын қар тұр, бірақ біз оған бара алмаймыз. Себебі біздер ол деген жаңа төбеден түскеннен кейін ана жерде мұздың үстімен жүру керек болады. Яғни біздер балдардың жаңа қатысушылардың қауіпсіздік өмірімен ойнай алмаймыз, қауіпсіздік ережесі сақталмай қалады. Сондықтан біздер ерте тоқтатып тастаймыз да сондай нәрселерді. Негізі жаңағы біздің енді бірінші жасөспірімнен басталады ғой бүкіл нәрсе. Жастардан, балалық шақтан
соған дайындауға өте қолайлы трасса. Енді алдағы уақытта жаңағы облыс басшылығы айналмалы жолы бар, жететін мост сияқты бірдеме салу арқылы соған тез жететін жолдар қарастыру керек. Жаңағы пешеходный жер дейді. Яғни тек қана бізде ондай жер деп айтпаймын. Мысалы Риддер қаласына барсаңызда да жаңағы спорт интернат трассаға барған шейін азын-аулақ уақыт жоғалтасың. Шауып барып есікті ашып Норвегиядағы сияқты шаңғынды киіп шығып кетіп қалмайсың. Яғни локация, яғни жүріс талап етеді әр жерде де. Павлодарға барсақ та солай, яғни автобуспен біраз жер барамыз, андан киім ауыстырамыз, содан кейін барып жарысқа шығамыз. Біздікін енді кішкене оңтайлап жүрсек, ол мәселе шешіледі деген ойдамыз. Бірақ енді болашақтағы арманым, мына бізде Меловой горкі дейтін аймақ бар ғой. Борт ауылы. Сол жерде жаңағы мен енді ертең Алла сәтін салса, елімізде білікті нелер бар. Трассаның инспекторлар дейді, трасса жасайтын мамандар. Соларды шақырып, бір-екі жерді көрсетем. Яғни сол кісілер мына Меловой горкі нетсе, бізге қағазы керек қой. Яғни мына жерден шаңғы трассасын жасауға болады деген. Сол ойлағаным іске асса, біздің өңірде де жақсы жаңағы трасса пайда болады деген үлкен сеніміміз, арманымыз бар. Енді арман деген кішкене қоса кетейін, әңгіме өрбісін. Енді басынан бастағанда мен біздер енді әрине өзім Сырым елінің азаматым, шаңғыға кішкене кеш келген азаматтарымыз да жай бастаған. Бірақ енді оған қарамастан біздер үлкен мамандар, Алексей Саныч дейтін бар, Полторайының жеке бапкері. Сол кісілерден, тағы да басқа білікті Қазақстандағы мен деген бапкерлерден дәріс алып, түрлі оқулар алып, жаңағы өзім тәжірибем шыңдап жатырмын. Бірақ дегенмен де біздің өнерге әлі де Елена Антоновадан кейін, жолдасынан кейін жаңағы бапкер болды. Ол кісілер қазір Ресей Федерациясына кетіп қалды. Кейін біздің елде жаңағы үлкен бапкерге нехватка жоқ бізде. Біздің елде, өнерде бапкерлер жоқ, кәсіби. Сол мақсатты, олқылықты жою үшін мен ең алғашқы бастысы енді жаңағы арманымыз, балдарымыз үлкен әлемдік ареналарда, шаңғы жарыстарында жеңіске жету ғой. Бірақ екінші басым скрытый дейді ғой, жасырын бөлік ол деген бапкер. Яғни мен айтатын бәрін менімен сөйлесіп жүрген азаматтар біледі. Біздің елде өнерде, мына батыста әлі жаңағы шаңғыны кәсіби түрде бітірген, арнайы жаңағы школасына өткен дейді, мектебіне өткен маман жетіспейді. Сол олқылықты толтыру үшін мен мына алдымда отырған Әрсен оқушымды тағы да басқа оқушылар түсті. Яғни жалпы қатармен айтқанда, мына Ислам бауырымыздың да оқушылары оқып отыр. Ол жерде айтқанда біздің батыстан, именно Оралдан, Батыс Қазақстан облысынан 20 шақты шәкірттер бітірді. Оның алды бітіріп келді. Яғни 11-ші сыныбын бітірді. Яғни келді. Қазіргі таңда университет несін жалғап жатыр, қабырғасына шыңдап жатыр білімдерін. Бірақ мына Арсен оқушым өзім шақырып алып, жеке сөйлесіп, осындай проблемаларды алдына қойып, яғни сен осы біздің орнымыз басатын адамсыз, біздер ешкім мәңгі емес қой бір жерде. Яғни шәкірт тәрбиелеу. Шәкірт тәрбиелеу, яғни соның ішіне ол тегін бапкердің қасында емес қой. Республикада қазір алдын қатарлы бапкер, мен деген айтары бар, әлем чемпионатының қола жүлдегерін шығарған бапкер Алексей Санычтан тәлім алып жатыр. Соның қасынан бүкіл қыр-сырын үйреніп, яғни оқушымыз айтып кетті, ол бәрі ойлайды, шаңғыны көп қыс басталады, сол кезде аяқ киім шаңғысын киеді де шығып барып жарысып тастайды деп. Ол олай емес. Яғни жыл бойы айналысатын спорт қатарына ондай спорттар санаулы, соның бірегейі шаңғы спорты. Яғни бүкіл киімшіліктердің басымдылықтарын білетін маман осы бұйырса осы мамандар болады деп үлкен сенім бар. Жаңа айтып қалдың ғой, бұқаралық спорт түріне жатады. Шыны керек, осы күні шаңғы спортына деген шаңғы теуіруші азаматтар Пугачевадан ары қарай кетіп жатқанда, Динамоның тұсында қар түскеннен кейін, мұзға қар түскеннен кейін
ана жерде көліктен орын болмайды, значит ол деген енді шаңғы спортына деген қызығушылық бар деген сөз. Сосын жекеге алды ғой Мұрат. Жәкібай Мұрат ағамыз алды. Содан кейін естуімше ол бұрын Динамода болды. Ол Бергейтіне өтеді. Веровочный парк па? Ханский Рощины жекеге алып, сол жерге шаңғы жолағын жасап, ол жердегі будкасын қойды, шаңғы толтырды. Ол жаңағы сол бұқаралық спорт шаңғымен айналысып жүргендердің арасынан да іріктеліп кәсібилер шығаруға болады ғой. Бала кезден жаңағы фундамент деңгейде, яғни қойылмаса бұл ілім, қызығушылық. Әр спортта да солай деп ойлаймын, тек қана шаңғыда емес. Яғни айналасында сол спортқа махаббат оянбаса, жаңағы оны жай көшеде өтіп жатырған баланы ұстап алып сенен чемпион шығады деп айту өте қиын нәрсе. Қай шәкіртте ол басы Құттай кезінен бастап қойылады. Яғни сондай бағытта, яғни жаңа айттық қой, Ханский Роща дейді, Хан тоғайындағы трасса өте қолайлы, Динамо трассасы, бірақ енді Хан тоғайында стандартқа сай, мысалы бүкіл соңғы автоматты жаңа шаңғылар қойылады. Сосын және шаңғы баптау, трассаны баптау деген үлкен ескерілетін нәрсе. Яғни ол шауып барып тоғайдың арасынан бар шаңғы теп деген сөз емес. Оның жаңағы шаңғыны бүлдіретін бөгде заттар жаңағы трассаға түспеу керек. Яғни сондай нәрселерді үнемі қадағалап ұстап отыру, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе. Қазіргі таңда енді алдында Артур ағамыз бар, қазір енді Армат ағамыз үлкен жұмыс жасап отыр. Бұл олқылық жойып, қала халқына үлкен бағыт ашты деп ойлаймын. Шаңғы баз мүмкіндік беріп жатыр, мүмкіндік беріп жатыр, барынша жарнама жасап жатыр. Яғни өзіңіз айтқандай, біздің елде көбісі шаңғы жоқ деп ойлайды. Сосын көбісі біле бермейді де, біздер жаңа белгілі бір топтар шоғырланып қалып жасап жүрген сияқты боламыз. Оны бірақ ашу керек, бізге кішкене айналысуға адамдар көптеп жаңа балдар тарту керек. Біз сол уақытта жаңа жұмыстанамыз. Және де шаңғы спорт тек қана спорт жаңа не емес, ол денсаулыққа пайдалы, ең бастысы. Одан бөлек, мысалы, шаңғы спорт туралы айтқанда көп айтады. Шықты, тепті, озды, кім келді, сол орын алды дейді. Одан бөлек, мысалы, техник деген бар. Ол шаңғы майлау керек, баптау керек, күту керек шаңғыны. Команда керек. Команда керек. Мысалы, Арсен, сен оқып жатсың, мысалы, жоғары оқу орнында, болашақта бапкер боласың, ағаларымыздың орнын басамыз, Алла қаласа, оған жеткізсін енді. Бірақ ол адам баптаудан бөлек шаңғы баптауды да үйрете ме? Сол жағында қалай сіздерде? Жалпы әрбір тренировкадан кейін бізде өзіміз лыж, мысалы, классический лыжда, оның астына обязательно май жағылады. Май ол держание. Лыжы артқа сырғанамау кету үшін ғой. Вот сол бағытта жағылады, біз оны бүткіліміз өзіміз істейміз, бізге просто ауа райына байланысты. Оның каждый өзінің ауа райына байланысты несі вот мазь. Сол мен жалпы үйретіп, қалай баптап, лыжбен, в общем, лыжның күтімін полностью үйретуде бізде әлі. Ол всегда, вот самый главный лыжда, вот ол дейтін, сол лыжның астына қалай не істеу ғой. Дайындау ғой лыжды в целом. Бізде облыста, мысалы, біраз жарысқа сауышса, жақсы техник бар ма? Мысалы, лыжы шаңғы баптап береді. Бар, біз бұл кісіні айтпай кетуге кішкене ұят болады. Кудрявцев Сергей дейтін азаматымыз бар, жаттықтырушы, облыстық қысқы спорт түрлері бойынша. Ледовый дейді ғой, Ледовыйда жаттықтырушы болып жасайды. Ол кісі ересектер арасында аға жаттықтырушы облысымызда. Сол кісіде мен енді анализ жасаймыз ғой, біздер сараптама. Сол кезде көп жағдайда байқаймыз, ол кісінің шаңғылары, дайындаған шаңғылары өте жақсы жұмыс жасайды. Сол кісінің айта аламыз, яғни ол кісінде үйретері, айтары бар бапкерлер, жаңағы сервисмен дейді ғой, шаңғы тілімен айтқан сондай адам болып табылады. Яғни ол кісімен қазіргі таңда жұмыстанып жатырмық, яғни болашақта команда деп жатырмық қой, яғни жекелей қатысатын спорт түрі болғанмен, яғни бізде жаңа бір адам, мысалы айтқанда, бүкіл жаңағы облысын, жаңа намысын жақсылап тұрып шешіп береді. Мына Смирнов ағамызды, ол кісі де енді
жалғыз өзі барып біздің әлі күнге дейін бұза алмай жатырмыз, бірақ жақын аралықта бұзамыз бұл стереотипті. Нені тарихты деп ойлаймын. Яғни медаль әлі де болады, біз үмітімізді үзбейміз. Яғни атын шығарады, бірақ ол кісінің айналасында тұрған адамдар көп жағдайда байқалмайды да. Айналасында яғни команда жүреді, жаңағы шаңғы дайындаушысы бар, бапкері бар, сосын дамыған елдерде міндетті түрде психологы жүреді. Жаңағы психолог жаңағы бала спортшының жай күйін бақылап жүреді, жаңағы түсіп бара жатса оны көтеру бағытында, немесе қатты өзіне сенімділік нетсе кішкене сабасына түсіру. Яғни бізде жетіспейді. Біздер былай айтқанда біз қалай өзімізге тиісті емес нәрсемен де айналысып кетеміз. Универсальный бапкер болып кеткенбіз ғой. Мысалы бізде көп оқушылар бір жарыста ұтып алады да, ананы тоқтата алмай қалсын. Қазақстанды звездный болезнь дейді ғой, жалпақ тілмен айтқанда. Соны басам деп жүргенде сен басқа бөлімін қалып қояды да, сен сондай командный работа жасау үшін бізде Сергей бауырымыз бар, тағы да жаңа мамандардың Арсен ала болса, яғни креативный идея дейді ғой, креатив сияқты бір жаңа дем береді деген үлкен нені етіп едік. Ислам бауырымыз да көптеген сервисмендер деген сөзден шығады. Мысалы бізде Ванкуверде ме Хрусталева күміс алатын, сол жерде сервисмендердің жұмысы бағаланып кетті. Өйткені фавориттер шыққан кезде ауа райы білініп кетті де, Хрусталевалар шыққан уақытта, жарыс жолына шыққан уақытта ауа райы түзелді де. Сол ауа райын тауып, жаңағы біздің жерлесімізге күміс жүлде әкеліп беріп тұр ғой Олимпиададан. Бұл өте нәрсе, мықты нәрсе. Ол қазіргі таңда бізде мысалы сен неге шығып жүрсің, жарысқа шығып жүрсің, Қазақстан чемпионаттарына барып жүрсің, кубоктерге барып жүрсің. Осы қар түскеннен көктемге дейін, жазға дейін, тіпті жазда да оқушылармен бірге жаттығу жасап жатқанды көреміз. Біздің облыста сен жарысқа алып барғанда қасыңда сервисмендер бола ма? Әлде шаңғыны майлайтында өзің, психологта өзің, бапкерде өзің? Массаж жасамаймыз, бірақ қалған жаңағы айтылып отырған нәрсені біз өзіміз жасаймыз. Жаңағы мотивациясын беру, жарысқа жаңағы келтіру. Енді тренердің негізгі міндеті ғой сол. Жаттығуына кемшіліктерін айтып, техникасындағы жарысқа дұрыс жаңа настрой беру біздің бастапқы міндетіміз. Жаңағы және де біз жаңа бір нәрсе көп қалыс қалып қоятын, жаңа не дейді ғой, витаминизация. Балдар деген наизусть жұмыс жасайды. Біздің ағзадағы нені кеше бізге хат түсіп жатыр, сондай физдиспансер, яғни именно спорттық медицинаны дамытатын, баланың жаңа спортшының жай күйін бақылайтын арнайы маман, яғни соған дұрыс жаңағы витамин ішкізу. Біздер қалай айтқанда, былай айтқанда сығып аламыз да, сосын кішкене бір ай уақыт береміз, бастаймыз сөйтіп, сосын келесі кезеңге салып жүреміз сезонға да. Ол да дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Яғни медицина жағында кішкене қосу керек. Бүкіл дамыған елдерде спорттық медицина өте жоғары деңгейде. Яғни сондай нәрселер бойынша жұмыс талса жағы өте мықты болар еді. Біздің облыстың спортшылары қайда барып қалады? Бізде спорт диспансер жауып тастаған жоқ қой бізде. Бізде жауып тастады, өкінішке орай, бірақ алдағы уақытта ашар. Бірақ қазіргі таңда біз қазіргі күнмен айтатын болсақ, біз Алматы қаласында медициналық орталық бар, арнайы жаңа спорт. Онда тек қана шаңғышыларымыз бүкіл олимпиадалық спорт болсын, олимпиадалық емес спорт болсын, барлық спортшылар медициналық тексерістен өтетін. Яғни мүмкін ол баланың жаңағы жолында бір ақауы бар шығар, жүрегінде сондай нәрселерді анықтап, дұрыс тауып, яғни назначение дейді ғой. Бірақ назначение деген олды біздер өнерге тарап кеткеннен кейін бізде ондай маман болмаса, оны бақылап отыра алмаймыз ғой. Өнебейіміз Алматыға бару кішкене келіңкіремейді. Сол жағының кішкене. Соны тек жарыстың алдында барып қараласыздар. Жарыстың алдында емес, біздер арнайы уақыт болады. Арнайы уақыт болады. Мен жеке бапкер болсам, мен өз қаражатыма немесе облыстық спорт басқармасы қолдауымен апарам. Жаңа арнайы уақытты май айында ма шақыртады жаңа спортшылар.
И бір қызық нәрсе, онда тек қана ұлттық құрамаға өткен балаға қаралады да. Ұлттық құрамаға өтпесең, сен ол бала мысалы Арсен өткен жоқ әзіргі таңға. Ол кісі қаралмай жүре береді деген сияқты ғой. Ол мүмкін бір денсаулығында бір кемшілік бар шығар. Біз оған ұрса береміз мысалы. Сен деген дұрыс нетпейсің, теппейсің, бүйтпейсің. Бұл кемшілік жаңа медициналық бір ақау болып шығар бойында, физиологиялық. Ұлттық құрамаға өтпеген, бірақ өту мүмкіндігі бар балалар Алматыға барып қаралмайды. Бірақ бізде өзімізде қаралайық десек диспансер жоқ. Біздегі мамандар оны диагнозын жаңа дұрыс ақыл бағытын бере алмайды ғой, соны жою бағытында. Мына бауырымызға айтуға бір ерекшелік. Кім? Ислам бауырымызға. Ол енді әріптесім болғасын айту керек, ол қаншама еңбек жатыр, оны жасырып қалып, яғни ол өз балдарын сонда өз қаражатымен, жаңа демеушілермен жаңа тауып, оны Алматыға апарып қаратады балдарын. Өтпесе де қаратады. Ол яғни баланың болашағын ойлап тұр. Болашағын ойлап тұр ғой, ол оған деген. Енді мына көбісі ойлайды, шаңғы деген спорт мастер ғой, мына біздің шаңғыны қайдан тауып аламыз? Анда неге барып қарайды да, бағаларына. Мысалы, біздің спорт мастерға барсақ, 70-80 мыңға комплект шаңғы жинап аласың. Ол бірақ ол әуесқойлардың несі ғой деген шаңғысы. Бізде ол ең қымбат спортларға жатады. Неге тоқталып кетейін осы жеріне, бір қызық нәрсе ғой. Біздің бір шаңғының өзі Қазақстандағы нарықтық бағасы 600-500 мың теңге. Бір шаңғы. Оған деген жаңа шаңғыны қоятын крепленсін, ұстайтын жерін қоспаймыз, аяқ киімін қоспаймыз, таяғын қоспаймыз. Құр шаңғы. Екі сызықты біздер мысалы екі сызық шаңғымызды, екі таяғымызды, оны біздер 500 мыңға сатып аламыз да, мысалы. Оның артында жаңа таяғын бәрін 1 миллионға шығады ол деген. И қосымша бір спортшыда, жақсы спортшыда бір адам басына 5 классикалық шаңғысы болу керек. 5 еркін әдіске, яғни коньковый стильде қолданатын шаңғысы болу. Неге десеңіз, оны да шығып кетейік. Өйткені әр шаңның өзінің погода жаңағы, ауа райы ерекшелігі болады. Мысалы, жылыда жүретін шаңғы, ол 10 жерден жаңа мықты парафин, порошоктар жақ, арнайы жүргізу. Сонда бұлшырақ шалда жүретін шаңғы бөлек, ауа райында жүретін шаңғы болады. Жақ ол шаңғы жүрмейді. Яғни ол неге әкеліп тірейді, жаңа результатқа, қорытындыға әкеліп тірейді. Сол қорытындыда біздер жаңа 50-ші орында шығамыз, мысалы айтқанда. Бірақ ол баланың физиологиясы 30-ға келіп тұрған бар. Мысалы айтам ғой. Сонда қанша жерде мықты шаңғышы болса да, шаңғыда велоспорт сияқты жаңа техникалық спорт түріне ауысып кеткен болып тұр. Сондай жаңа біздің нюанстарымыз бола тұра. Жаңа бапкер жаңа алғаш қойға оралатын болсақ, Ислам бауырымыз енді Алматыға барып келді, аз да ойлаймыз. Сен жекелей барсан, ол міндетті түрде жаңа ақылы болады. Сен сборныймен барсан бесплатно ғой. Сен жаңа жататын жерімен жол ақысын төлейсің де, жаңа Алматыдан гостиницаға жатасыз да, қараласыз да, кетіп қаласыз. Ал сен баланы апарасың. Мен бір баламды апармаймын ғой, мысалы. Мен 3-4 баламды апарам. Мен бір жаңа медициналық тексерістен өткізу үшін, толық медициналық тексерістен өткізу үшін, маған кем деген бір 500-600 мыңға келіп тіреледі. Неге айтып тұрғаным? Оның ішінде жаңа тексерушілердің анализдерінің құнында кіреді ғой, мысалы. Мен анализдің мұндан да анализ жасатып, оның несін алам, сараптамасын. Бірақ маған сол кемшілікті жоятын назначениесі керек қой. Қандай ем домдары бар, шаралары бар. Содан кейін ғана біздер нетеміз. Бір ғана мысал, денсаулық дейміз. Мысалы, өзімнен алайын, Елубай Белбек дейтін жаңа оқушымыз бір жылы аппендицит болып, сосын және тісін жұлдырды, азу тісін. Болды. Бір жыл насмарку деймін, қалай айтады? Дым жоқ, шықты, результат жоқ. Барат қалпыс, бәрі шошиды. Мынау өшкен ғой дейді. Ол өшкен жоқ ол бала. Біздер оны восстановить еткен жоқпыз дұрыс. Яғни оны восстановить еткен. Сен восстановился ауызбен айту оңай да, бірақ оны емдік жаңа тексеріс арқылы восстановить еткен жоқпыз ғой. Ертең мына Дамир бауырымызда кішкене бір
сырқаттанып қалды, соны әкеліп мындай емдейміз мысалы. Оны қазір уже мен көзім жетті, оны түбімен емдемесен босқа істеп отырған шаруамыз босқа да. Осы жерде Арсен, сен айтып кетсең, сен де жарыста жүрсің, неде жүрсің, қалай қаралып жатыр медицина жағы, фармакология біздің облыста ыңғайы қалай? Жалпы біздің облыста білмеймін енді, мен өзім аяқта көп өтпегесін, бізде жалпы спорт школда оқасын бүткіл сол жақтан жібереді өзімізді. Медицинадан как положено өтеміз, ол дейтін жалпы бізге ай сайын тексерістер келеді, ол бір күндік нәрсе емес, просто өтіп шығатын. Біріншіден там дыхание бүткіл тексереді, дыхание там тіс, ең басты тіс дейді негізі бізде лыжниктарда. Егер тісінде көп нелер болса, то даже сен шаңғының результатын болмайды дейді. Ең бірінші первый очередь тренировка бастамастан бұрын сен өзің денсаулығыңды, ең бірінші тісіңді, ең бірінші очередь порядокқа келтіру керек қой. Вот сонда сен жасаған жаттығуларың бәрі жоғарыға кетеді. Мысалы, білесің, қаншама спортшы қойып кетті да, мысалы Қазақстанда мықты. Бір-екеуін айтшы, қойып кеткен. Кім бар бізде? Тарасова бар да? Тарасова, Анжелика болды. Сосын Ол не себепті болып кетті, денсаулықтың түсіне ме әлде? Жалпы көп андай ненгесінен Тарасова, Анжелика мысалы ол дейтін тренировканы кәдімгідей істеп жүрді, ода результат да болды, бәрі жақсы болды. Бірақ ол пульс андай неге ондай маған не болмаған, ода мән бермеген. Ол бәрін айдап жүрді, бір уақытта жүрегі дейтін оның жай жүрген кезде оның жүрегі кәдімгідей 160-170 соғатын болғанда, ал ол шаңғыда пульс өте көпті, өте қатты не ойнайды, рөл ойнайды, маңызды рөл. Егер сен андай средний скороспен кетіріп, сен пульсінде спокойный болса, ол жақсы деген сөз. А егер сен спокойный кетіріп, пульсың жоғары болса, ол уже не то деген сөз. Құдай бетіне олақ қылсын, жүріп кетуде мүмкін соң, шаңғы трассасының бойында. Яғни ол энергия затратный спорт қой. Мен былай қарағанда 20 шақырымды шығасында сен деген қатты скоростьта теуіп келу керексің, сен уже жарысып кетеді, еще қосымша сен бүкіл бұлшық еттерін сбой беріп кетеді ғой, еще келіп саған жүрегін қосады. Сол адам ондай мысалдар мен есіме түспейді. Анжелика қашан бізде Ридер Шығыс Қазақстан облысы Ридер қаласында молодежный чемпионат болды. Вот сол кезде соның соңғы жарысы болды есімде. Жарыста келатыр, еміріп жатыр, и таудың үстіне шығады да подъемнан. Болды, көзім, я ничего не вижу, мен көре алмай жатырмын, анау дейді, тренері бәрі жүгіріп жатыр. Бірден ескетіп жатыр, әйтеуір. Дым көрмеймін дейді, я не вижу дейді, все, я не могу деп жатыр, анан дейтін. Жайлап даже спустан түсіріп сөйтіп әйтеуір финишқа келді бірден деп. Сонда оның шаңғыны қойып кету себебіне өзінің денсаулығына қарамауына, уақытылы қаралмауына, тексерілмеуіне себеп болып тұр да. Енді былай қарап тұрсаң, бұқаралық спорт ретінде керемет спорт дейді. Ол бүкіл денен қозғалады. Жүзу сияқты ғой шаңғыда, қол бар, аяқ бар, барлығы қозғалады. А енді кәсіби тұрғыда жарыс жолына келетін болса, ол енді денсаулыққа қай спортта, кәсіби спорттың қай түрі де денсаулыққа өзінікін алады. Сондықтан жаңағы біздің облыста мейлі ол ұлттық құрамаға өткен спортшы болсын, шаңғышы болсын, өткен құрамаға өтпеген спортшы болсын, барлығы да тексерістен өтіп тұрған жөн дейсіз. Әрине, олсыз жаңағы олимпиада, әлем чемпионаты әңгіме айту орынсыз деп ойлаймын. Сондықтан енді шыны керек спорттық медицинада қазір бір орында тұрған жоқ қой. Өйткені өте қатты дамып жатыр. Мысалы, Норвегияның бүкіл шаңғышысы астматик па бірдеңе ғой, бірдеңе солай сияқты. Бізде сол олар деген білмеймін енді. Олар деген каждый ай сайын, мысалы, сбор сайын олар міндетті түрде жаңағы медициналық бақылаудан өтеді. Жаңа Арсен айтып отыр, тек қана бір ғана жағдайда ол ридерда ол республикалық Қазақстанда жалғыз спорт мектебі. Яғни кәсіби шаңғы қысқы спорт түрлерінен биатлон бәрі бар ғой. Оларға кішкене ыңғайластырғанда бүкіл жағдай. А мысалы Қостанай, өзіміз сияқты Батыс Қазақстан облысында ондай жағдай көп қарастырылмаған ғой. Сондықтан да ондай нәрсе орынды деп ойлаймын. Біздің ұтылатын жеріміздің бір бөлігі осы деп ойлаймын. Бірақ кеше ғана мен қуантарлық жағдай, сүйінші деп айтуға болады. Қолымнан бір қағаз көрдім, жаңа әрбір облыстан спорттық бағыттағы физ диспансерлер ашылсын деген не келіп.
спорт комитетінен бұйрық келді. Яғни ол бұйырса ашылады деп қуаныш жаңалық қой. Өзім дос балдарым бәрі осы қазір жәрмеңке өтетін жер емес пе? Батуринда қызыл кірпішпен қаланған диспансер болды да. Бар нәрсені жауып тастады. Бар нәрсені біз жауып алдық. Мүмкін ашыла жатар, өйткені хат келді. Оны да көре жатармыз. Сол кезде мүмкін результаттар да болар. Оны результат дейміз, нәтиже, жақсы нәтижеге алып келетін ең алдымен бапкер, сбор жақсы. Енді шыны керек біздің облыста Затондағы болсын, енді мына Ханский Рощино, Динамоны барлығын енді стандартқа сай етіп жатыр деп десе де, ол жердегі жағдай біздің облыстан бір толыққанды жаттығу жиындарын өткізіп, жақсы чемпиондарды алып келіп баптапқа мүмкіндік бермейді. Шыны керек ол жердегі будкалар салынып, шаңғы толды деп айтып жатырмыз. Ол да енді алға жасалған қадам. Оны істеп отқан адамдардың еңбегін еш қыла алмаймыз. Десе де, мысалы кезіндегі Антоновадай Қазақстан неше дүркін чемпион, 5 дүркін чемпион. Ол кісі 12 мың дейді ғой. Ол кісі тек қана шаңғы емес, велоспортта да біраз жетістікке жеткен. Біраз барған адам ғой еді. Сондықтан дәл сол Антоновың деңгейіндегідей шаңғысы шығарады деп айта алмаймын. Енді бұқаралық түріне әңгімесі жоқ, оған ешбір шүбә келтіре алмаймыз. Президентіміздің өзі де айтып отыр, бұқаралық спортты дамыту керек деп. Десе де Олимпиадаға қатысатын шаңғышы, Қазақстан чемпионаты өтетін шаңғышылар шығару үшін ол жердегі жағдай меніңше келмейді. Өйткені Затонға аяқтай барып келдім, анда жеткенше білмеймін. Одан бері қарай келу бар. Баспалдағын қар басып қалған, мұз басып қалған. Сондықтан біз жерде шетелге шығару тиімдірек сияқты. Өйткені мен білем, Шыңғыс Рақбаров па? Ол двоеборец қой да, қос сайыстың шебері. Ол Норвегияда жұмыс істейді. Сонда ол клубқа тіркеліп, сонда жаттығады, сол жақта дайындалады. Сол жақтан көтерілді деп айтып отыр. Мындан әліппесі бәрі бүкіл базасы қойылды да, бірақ қазір спорттық несін, карьерасын сонdan жалғастырып отыр ол кісі. Ол Қазақстан атынан шығады, 20-лыққа әлем. Жалпы бір уақытта қашан сол Норвегия кетпестен бұрын жалпы оған андай қолдау болмағасын ба, жалпы жауайын деп өтті сол спортты. Алтын деп өтті. Бізге дейтін Инстаграм желісіне бүткіл салып бастады. Мен дейтін жалпы Норвегия шығайын деп отырмын, жалпы осындай сбор ашайық деген сияқты. Ол сонда Норвегия кетердің алдында ан жаққа барып жаттығу жасайтын ақшаны елден сбор жасап жинап алды ма? Спортсмендер барлығымыз тиын қосып, жалпы лақтырып, сөйтіп жіберіп жиналып бір қанша 2-3 күнде бір 2-3 миллион ба шықты, 2-3 миллион шығарып. Осы сборға барып қойдың ақшасын жинап алды ғой. Жалпы полный сумманы жинап алып, сол жаққа ұшып кетті жібересің. Сборды көбінесе харды дейді, ұйым шаңғышылар несі халық аудитория жинады ғой. Енді ол да қызық нәрсе. Мен қазір Чингиз Рақбаровпен өте тығыз сөйлесіп жүрмін. Шығыс бауырымызға рахмет, көп барынша көмектесемін деп жатыр. Енді көреміз. Сондай клубқа жаңағы ойымыз бар. Оле Бразерға жіберді ғой кезінде жаңағы спортшыларды, футболистерді. Неге бізге де жіберіп көрмесе? Яғни мен де көшеде жаңа жай әшейін жүрген спортшын емес, өзінің Қазақстанда азынаулық болсын орнын көрсеткен, мықтылығын көрсеткен спортшылар, мына Кабикесіп Дамир мен Елубай Еділбекті солай бір цикл, бір қыс, бір жаз жаңағы сборға, Лилихаммерға сборға қатыстыру үшін жұмыстанып жатырық. Енді хабар не істей жатарсыздар. Шыңғыс Рақбаров жаңа Лилихаммердағы командадағы кісілермен сөйлесіп, келіссөз жүргізіп жатыр. Лилихаммерда ма не? Лилихаммерда ма ол? Жоқ, бізге жақсы команда керек қой. Шаңғышыларға Лилихаммер. Шаңғышының командасы. Мысалы біз кімнің Шыңғыстың командасынан бара алмаймыз. Оларда двоеборыстар, яғни тау шаңғысынан секіретін жаңа шаңғы тебеді. Бізге келмейді олардың пландары. Бізге именно жаңа Лилихаммерда бір команда бар. Атын ұмытып тұрмын, бірақ сол командадан биылғы әлем чемпионы шықты. Нешеге 20 километрден жастар арасында.
сол командада сондай тәжірибе қолданады екен. Оған барып келудің құны қанша шығады? Мен бір барып келу құнын білмеймін де, бірақ мен Шыңғыстың айтуым бойынша бір сезонға, жаңа бір дайындық цикліне бір жылға ма екен, мен дұрыс түсінген жоқпын, 30 мың евро керек деді. 15 миллион ғой біздің ақша, яғни екі балаға 30 миллион теңге керек деген сөз ғой. Бір неге көрмеске деп ойлап отырмын. Неге десеңіз, біз бір орында тұрмау керекпіз, жаңағы жұмыстана беру керекпіз. Толық сенім бар. Кезінде мен бір қызық оқиға айтып кетейін, бірақ атын айтпаймын ол кісінің. Бірінші бастап отырғанда маған күліп, қазақ осылай көптен бері көріспедік ол кісімен. Сосын не істеп жатсың Серік деді. Осылай шаңмен айналысып жатырмын, бүйтіп мақтанғандай болып әңгімемді айтып жатырмын ғой, ағымнан жарылып мен. Сосын маған мысқылдап, Серік, қазақтардан чемпион шаңғыш шықпайды ғой деп маған күлді де. Мен шыны керек намысыма дейді ол сөз. Өйткені ол деген мен қазақ болғасын ба екен, қандай болғасын ба, мен намысыма дейді деп, мен одан сайын жаңағы жұмысымды күшейттім де, шүкір енді Алла тағаланың қолдауы, басшылықтың қолдауы, мен жалғыз өзім жетті етпеймін. Белгілі адамдардың қолдауымен, яғни федерация ашылды сол кезде, оған дейін нетті ғой, жұмыстанываттық қой. Сөйтіп жаңағы сол айтқан неміз Елеубай Еділбек жаңағы гимназиядан бірінші орын алды ғой. Гимназия демекші ол бүкіл әлемдік гимназиядаға баратындар ұлттық құрамаға өтті де, бірақ Түркиядағы зілзала болып гимназияда бармай қалды ғой. Сосын тағы жаңа айтып өттің ғой, не деп 30 мың евро деп барып келу екі балаға. Сонда егер жақсы. Сонда мысалы жақсы база жасап, оны әлемдік стандартқа сай келтіретін болсақ, ол сонымен қатар жақсы туристік потенциалы болады. Бізге де келеді ғой сол нәрсе. Бізге мысалы әлемдік мықтылар бізде жүрсе, мен неге Норвегияға барып дайындаламын? Мысалы Чингиз Ракбаров елден жинасын қалай болғанда да Норвегия барды, жаттығуын жасап жатыр, нәтижесін көрсетіп жатыр. Қазір командаға өтті. Оған енді сол команданың клубқа өткеннен кейін ол жалақы төлейді. Мысалы жалақы ол ақша бізге кіріп жатыр, бизнестің жалақыға жеткенше Шыңғыс Ракбаров Норвегияның туризмін, Норвегияның экономикасына ақша салып өтті да. Ондай спортшы тек қана жалғыз Шыңғыс емес қой да, онда. Біз бір мысалды айтып отырдық. Мына Смирнов ағамызда кезінде ол ең бірінші кеңес үкіметі бөлінді ғой, Қазақстан болып құрылдық. Сол кезде ол кісілер мында, енді білмеймін, базы болды ма Қазақстанда. Енді ауыспалы кезден ғой, ол кезде қиын болды. Шаңға қарайтын уақыт болған жоқ қой, сөзін шыны керек. Ол кісі Швейцария ма барып, Елена Виальби дейтін бар, атақты Ресей Федерациясында бірнеше дүркін олимпиада чемпион, бәленбай рет жаңа хрусталь әлем чемпионы болған кісі. Сол кісімен бірге барып, швед командасымен жаңа клубқа нетіп, кіріп, сонда жақсы этап кубкілерде жүгіріп, ақша жасап, сондан өзінің шеберлігін шыңдап, міне нәтижесі. Сосын шведтардың ба, финдардың ба жаттығуын сыртынан тығылып тамашалап жүрдік деген әңгіме бар ғой Смирновта. Иә, жасырды, бірақ енді оларда немес қой. Жалпы спортта, любой спортта, ол шаңғы болсын, жетістікке жетудің бір ұтымды жолы, ол деген мықтылармен бірге жүру деген сөз бар. Сен дзюдоист бол, боксер бол, сен егер де сен үздіктермен жүрсен, шаңғышы бол, сен тез жетесің. Қарапайым, мына мен өзім Бәйтерек ауданында тренинг көрсетемін, біздің периметрныйда істегеннен гөрі, сен мысалы Ридер қаласында балдар, Ридерде бүкіл Қазақстанда өтірік айтпай қоймын, 60% мықтылар шоғырланған жер ғой. Олардың арасында бәленбай спарринг жарыстар ғой енді. Мынаның турнирі, ананың турнирі деген сияқты турнирлер көп өтеді. Яғни сол сияқты анда Норвегияда осал спортшы жоқ қой, енді өзіңіз білесіз. Ол сборная кірмеген спортшының өзінде біздің елге келіп бәленбай ауа райын жасап айтарын айтып кетеді деген сияқты ғой. Бірақ енді біздің спортшылар шамал деген сөз емес ол. Бір сағаттай әңгіме соқтық. Шыны керек, барымызша айтуға тырыстық.
енді біздің түсінгеніміз шаңғының басты проблемасы, шаңғы спортының емес, жалпы кез келген спорттың басты проблемасы жөн түзу базының жоқтығы. Бізде шыны керек бар дегеніммен ол бар деуге де келіңкіремейтін, талапқа сай келіңкіремейтін база, фармакология, яғни витаминизация. Физо, медицина сопровождение дейді ғой. Сосын спорттық медицина, яғни бапкер, дәрігер, сервисмен, сосын витамин беретін. Сол дәрігердің ішінде барлығы менеджер барлығы жаңағы сол бір мақсатқа жету жолында жұдырықтай жұмылып жұмыс жасаған жағдайда жетістік болады дейсіз ғой да. Сондықтан енді болашақта осы олқылықтар түзеле жатар. Енді мысалы енді Шымкент, Тараз, Қызылорда жақта енді шаңғыс жоқ. Біздің енді облыстан Елена Антоновадан кейін де біраз жыл бойы біздің жөнсіз шаңғыс шықпады. Оны да көріп, қазір өзіңіз айтып отырсыз, шығып жатыр шаңғышылар, спортшылар. Енді солар жетістікке жете берсін дейміз. Осы жерден бірінші подкастымызды аяқтайық. Келгеніңізге рахмет. Рахмет, сәттілік сізге. Жетістікке жете беріңіз осылай. Спортты тақырыбын көп нету керек қой, айтылу керек, сонда ғана бүкіл жаңа кемшілік жойылады деген ойдамыз. Білу керек бұқара халық. Бізде көп нәрсе шатыстырады, жаңа біздер кәсіби кішкене қосып кетейін да сөз соңында. Біздер жаңа бұқаралық федерация спорттық, біздер кәсіби жағын көп қарастырамыз да, бұқаралық жақ қалып қояды. Яғни қарапайым халық қой, телефон алдында, теледидардың алдында отырған халық. Яғни сол жағын бірге алып жүру керекпіз. Сонда ғана біздер жақсы балдар да шығады, бәрі жақсы болады деп ойламыз. Елімізге сәттілік. Алда Париж Олимпиадасы келеді, еліміз тағы да бір тарих жасасын дегім келеді, еліміздің спортшылары. Бүгін Греция Қазақстан сосын. Греция Қазақстан. Жақсы, онда кетпей-ақ қояйық алысқа. Рахмет келгендеріңізге. Ал біздің шығарылым демеушісі 1xbet болар еді, егер олар ақша бергенде.